Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін каналымызда осындай тәтті, өте жұмсақ, зефир сияқты маршмеллоу жасайтын боламыз. Балалардың сүйіп жейтін асы осы дәл дүкендегідей болып шығады. Осы рецептпен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі 3-ақ ингредиент керек: желатин, су және қант. Суымызды желатиннің үстіне құйып, бір шетке қоя тұратын боламыз. Ол ісініп үлкею керек. Енді қантымызды кастрюлемізге құйып, үстіне су құйып, жай отта қантымызды ертіп алатын боламыз. Осылай араластырып отыру керек, түбі жабысып қалмас үшін. Осындай көпіршіктер шыққан кезде сиропымыз дайын. Бұны шетке алып қоя тұрамыз. Енді су моншасында осындай желатинді ертетін боламыз. Еріп дайын болған кезде осындай сұйық болады. Енді осы желатинімізді басқа ыдысымызға құйып, жай жылдамдықтан бастап араластыратын боламыз. Және бір шетінен осындай сиропымызды құйып отыратын боламыз. Толықтай барлығын құйып болған соң, жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа көтеріп отырып, әппақ болып көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Дайын болған маршмеллоумыздың түсі осындай әппақ болып және араластырған кезде ауырлау болып араласады. Сол кезде дайын деген сөз. Енді осы маршмеллоумызды құйып формасын келтіретін ыдысымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға осындай салафанды төсеп, және осының ішін толықтай сұйық маймен майлап шығатын боламыз. Егер де майламайтын болсаңыздар, маршмеллоу жабысып, салафаннан алынбайтын болады. Сондықтан барлық жерін мұқият сұйық маймен майлап шығыңыздар. Және де бұл жерде форма өз қалауларыңызша, қалаған формаларыңызға құйып жасасаңыздар болады. Міне маршмеллоумызды түгел толықтай құйып алдым. Енді осы маршмеллоудың бетін майланған салафанның жан-жағындағымен жауып, 3 сағат, 5 сағат холодильникте ұстайтын боламыз. Мен 3 сағаттай ұстадым холодильникте. Бізге енді керегі 1 ас қасық кукурузный крахмал, 1 ас қасық сахарный пудра екеуін араластырып, осы ұнтаққа маршмеллоумыз дайын болған кезде аунататын боламыз. Асты үстіне сеуіп аунатып, енді қалаған формада кесіп алатын боламыз. Және кесілген жағын міндетті түрде осындай ұнтаққа аунатып отырасыздар, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Әр кескен сайын осы ұнтаққа аунатыңыздар. Мінекей маршмеллоумыз дайын, өте дәмді шықты, және балаларымыз риза болып осы дүкеннен сатып алмай жейтін болады, және де көп мөлшерде шығатын болады. Құрметті көрермен, егер де осы видео ұнаған болса, комментарийларыңызды, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Менің каналымның дамуына үлкен үлес қосқандарыңыз болады. Мінекей маршмеллоумыз дайын. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.